Келесі мына есепте айтады. ABCDE 5 бұрышында AB 12, AC 13, AD 15, AE 12. Ол үшін мен ABCDE 5 бұрышын салып алайын. ABCDE. AB 12-ге тең екен. AC менде 13-ге тең. AD 15-ге тең. AE 12-ге тең. BC 5-ге тең. CD 14-ге. DE 9-ға тең. Осы 5 бұрыштың ауданын тап дейді. Әрине бұл жерде мына 3 бөлікті көріп тұрсыздар. Мына бірінші бөлік, екінші бөлік, үшінші бөлік. 3 бөлігінде де 3 бұрыш. Осы 3 бұрыштың аудандарын жеке тауып алып, бір-біріне қоса салсақ, бізде 5 бұрыштың ауданы шығады. Ол үшін былай жасайық. Мына жерде 5, 12, 13 деп тұр. Бірінші бөлікте. Бірінші үшбұрышта 5, 12, 13 деп тұр. Демек, бұл бізде тік бұрышты үшбұрыш. Пифагорға келеді 5, 12, 13 деген. Демек, ол жерде 2 катеттерін көбейтіп, 2-ке бөле саламыз. Бұл жерде катеті 12 мен 5 болыпты. 12-ге 5-ті көбейтіп, 2-ге бөлемін. Сонда менде 30 болады. Келесі, енді екінші бөлікті тауып көрейік. Екінші бөлікте айтады. Так, 13, 14, 15 деген. Мен бұны Герон формуласына салып көрейін. Герон формуласын жазайық. Міне, осы бізде Герон формуласы. Жарты периметрін табайық. 13 қосылған 15 қосылған 14-ті 2-ге бөлемін. 28, 28-ге 14-ті қосса, 42, 42-ні 2-ге бөлсе, 21. Енді осы формулаға саламын. 21 азайтылған 1-1-сы 13, 21 азайтылған 15, 21 азайтылған 14. Бұл жерде 21 тұрады, 21-ден 13-ті азайтсам, менде 8, 15-ті азайтсам 6, 14-ті азайтсам, менде 7. Енді осыларды мен былай жазып көрейін. 21-ді 7 көбейтілген 3, наны 2 көбейтілген 4, көбейтілген 6, көбейтілген 7 деп жазам. 7 мен 7 көбейтіліп 49 болады, түбірдің астынан бәрібір 7 шығады. Мынау екеуі көбейтіліп 6 болады, 6 мен 6 түбір астынан бәрібір 6 шығады. 4-тен 2 шығады. Мынау 6 мен 6 көбейтіледі, 36 болады, түбірдің астынан 6 шығады деген сөз. Енді осы жерде 42 болады, 42-ні 2-ге көбейтем, 84. Бізде бірінші үшбұрыштың ауданы 30 еді, екінші бөлік, яғни екінші үшбұрыштың ауданы 84 екен. Мен үшіншісінде дәл осылай Герон формуласына салам. Жарты периметрді тауып алайық. 15 қосылған 12, үшінші қабырғасы 9. Оларды бөлемін 2-ге. 27, 36, 18 болады. Дәл сол формулаға салам. 36, 36-дан, 18 екен. 18, 18-ден 15-ті азайтам. 18-ден 12-ні азайтам. 18-ден 9-ды азайтам. 18 көбейтілген 3, көбейтілген 6, көбейтілген 9. 18-ден 9 көбейтілген 2, көбейтілген 3, көбейтілген 6, көбейтілген 9 дейм. Мына 9 бен 9 81 болады, одан түбірден бәрібір 9 шығады. Мынау 6 мен 6 көбейтіледі де, менде 36 болады, одан бәрібір де 6 шығады. Бұл үшбұрыштың ауданы 54 екен. Енді бізде үшбұрыштың ауданы шықты, осыларды барлығын қоса салам. 30 қосылған 54 қосылған 84.
жауабы 168. Міне